Қандай әдемі, шіркін. Сол шақарды өз көзіммен көрсең ғой. Жалғас, құлынды көгенде, бейге қымыз жиналсын. Қазір апа, бара жатырмын. Тайбұрыл, жүр сені байлайын. Жүр. Тайбұрыл, жүр деймін. Тайбұрыл, ой! Жүр дедім ғой саған. Ай! Тайбұрыл. Қалай екен? Жалғас, тоғайдан отын әкеле қойшы. Кешке бауырсақ пісіреміз. Жарайды, апа. Қазір сені де түсірерміз. Мынау немене қалған өз? Қорықпа, қазір шығарам. Тез тарта қойшы. Арқанды мұқтап ұста. Тез. Қалай? Қорықтың ба? Я, қорықтым. Жоқ. Әрине қорыққан жоқпын. Онда жарайсың. Еш жерің ауырмады ма? Бәрі сау. Жарайды, сау болып тұр. Тоқташ. Иә, не болды? Мен саған рахметті айтпаппын ғой. Сен болмағанда рахмет саған. Оқасы жоқ. Әйтеуір аман болсаң болғаны. Сенің атың кім? Тоқжан. Ал менің атым Жалғас. Сен мұнда қайдан жүрсің? Түркістан қаласынан қонаққа келдім. Мына өзен жағасындағы ауылға. Сонда атам тұрады. Рас айтасың ба? Иә. Ауыл беткейде алыс емес. Жоқ. Түркістан шаһарынан келгеніңді айтамын. Иә. Қандай керемет. Онда тұрған не бар? Білесің бе? Мен Түркістан шаһарын көрсем де бармандаймын. Өзі өте әсем шығар, я? Ол рас, өте әдемі қала. Онда әулие Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар. Алыстан күмбездерін көремін. Аспанмен таласады ғой. Иә, Түркістанда қазақ елі өздерінің хандарын сайлап отырады. Керемет. Сондай шаһарда тұратын. Сен қандай бақыттысың, я? Әрине, бірақ мен даланы сағынам. Даланың өз сыры, өз әдемілігі бар ғой. Мүмкін солай шығар.
Бірақ бәрібір Түркістан ерекше. Міне, менің ауылым осы. Сау бол Жалғас. Енді байқап жүр. Сау бол Тоғжан. Тағы да рахмет. Түркістанға жолың түссе қонақ бол. Біздің медресенің қасында. Жалғас, Ы? балам кешіктің ғой. Тез жолға дайындал. Жарайды әке. Қайда барамыз? Тағы жайлауға ма? Түркістан шаһарына. Рас па әке? Иә, балам. Мен дайынмын. Балам, кәсіп түбі нәсіп деген. Сенің де бір кәсіпті меңгеретін кезің келді. Түркістанда менің ұста досым бар. Соның қолына барасың, балам. Әке, Түркістанға әлі ұзақ жүреміз бе? Сүт пісірімдей уақыт. Тездетіп жүрейікші. Жарайды. Не деген Малыңа үлкен. еге болса ше. Ой, әрі жүр невене. Менің малымда нең бар. Келіңдер, мал аламыздан. Күлем бар, күлем алыңдар, күлем. Ер-тоқым бар, ер-тоқымға келіңдер. Отырардың қымыратын алыңыз. Яғын сондай келіңіз, келіңіз. Келіңдер, бері келіңдер, сауда жасаңдар. Не деген үлкен. Әке, мына ғимарат қандай үлкен. Өрнектерін қараш. Мұны қалай жасаған екен? Бұл Ахмет Яссауи кесенесі. Ең мықты шеберлер соққан. Кәсібіңді жақсы меңгерсең, сен де сондай боласың. Демек, Ахмет Яссауи Түркістаннан шыққан ұлы адам болды ғой. Иә, ол кісі Мұхаммед пайғамбардың жасына келген соң, әр қарай жарық дүниеде жүруді жөн көрмей, жер астындағы қылу өтке түсіп, қалған өмірін сонда өткізген. Көпшілікті иманға шақырып, келер ұрпаққа ілім таратқан. Сол үшін де ол әулие атанған. Бұл кесененің тұрғызылуы өз алдына бір тарих. Әйгілі Ақсақ Темір ол кісінің әулиелігін мойындап, басына кесене тұрғызуға бұйрық береді. Алайда құрылысшылар кесене іргетасын қалай бастағанда, бір үлкен көк түсті бұқа келіп, бәрін бұқа сондай үлкен болғандықтан ешкімнің шамасы келмейді. Құрылысшылар жұмысын қайта бастағанда, әлгі бұқа қайта келіп тағы қиратады. Халық мұның мәнісін түсінбей бастары қатады. Осы кезде көнекөз қария былай дейді. Бұл келіп жүрген Яссауидің ұстазы Арыстан баптың әруағы. Бұқа кейпінде келгені бізге ашулы болғаны. Өйткені ол ұстаздан бұрын шәкіртке кесене тұрғызуға қарсы. Содан көпшілік жиналып, Арыстан баптың басына барып, 100 мал құрбандық шалып, шағын кесене тұрғызады. Міне, содан бері асау бұқаны ешкім көрмепті. Яссауиге зиярат ету үшін бірінші Арыстан бапқа соғу дәстүрі содан қалған, балам. Ғажап оқиға екен. Ұстаға сәлем бердік. Өңгім бе түсін бе? Хош келдің, достым. Амансың ба, бауырым. Ассалаумағалейкум, аға. Бағалейкум әссалам. Бұғай бала. Менің тұңғышым, өзіңе әкелдім. Сендей темірден түйін түйген ұста болсын деймін. Бәрекелді. Талабыңа нұр жаусын балам. Әлі-ақ бәрін үйренерсің.
Қалқан құлақ, қорықпа, жей ғой. Қаласаң екеуміз дос болайық. А? Маған жүзі ерекше өткір жебе керек. Және түсі қара болсын. Жақсы мырза. Көңіліңіз қалағанда етіп жасап береміз. Жалғас, мұнда келші. Қазір. Сен мына мырзаның тапсырысын жасайтын боласың. Балақайдың қолынан келе қояр ма екен, а? Ойымдамаңыз, бәрі ойдағыдай болады. Байқап көрейік. Ал Жалғас, шеберлігіңді көрсететін кез келді. Өзіңе сенімді бол. Іске сәт. Біз жасаймыз. Қазір. Жарамайды, қайтадан көр. Мынауың дұрыс екен. Мына ағашты мен табайын. Ал мынаны сен таба ғой. Ағашың жарамайды. Қалқан құлақ, кет. Бәсе, мынауың дұрыс екен. Жарайсың. Аға, медресеге қалай өтуге болады? Келесі көшемен оңға қарай жүреді. Рахмет, аға. Тоғжан! Жалғас? Сенсің бе? Иә, Түркістанға келгеніме біраз болды. Осындағы ұстаханада үйреніп жүрмін. Жақсы болған екен. Өзің не істеп отырсың? Біз ертең үлкен текемет басуға кірісеміз. Мынау сол. Тәуке хан қазақтың ордасын Ташкенттен Түркістанға ауыстырғалы жатыр екен. Осында билер кеңесін өткізіп, 7 жарғы заңын қабылдамақшы.
текемет сонда төселеді. Тіпті жақсы. Онда біз Тәуке ханды көреміз ғой. Әрине, билер кеңесіне Төле би, Қазыбек, Әйтеке билер келеді. Қандай керемет. Қазақтың бар мықтылары болады десеңші. Иә, солай. Жалғас, жүр, саған Түркістанды аралатайын. Қонақсың ғой. Оған қуана келсемін. Жалғас, А? қаласаң мен сені кесененің күмбезіне шығарайын. Әрине қалаймын. Ендеше жүр. Охо, Міне, Түркістан түгел көз алдыңда. қандай керемет. Қандай ғажап көрініс. Әне, алыстан Қаратау көрінеді. Анау басы Сүйіршіңнің етегінде менің ауылым бар. Бәрі көрінеді екен. Рахмет саған, Тоғжан. Түркістанның көп құпиясын ашып бердің. Бұл шаһардың қызығы әлі біткен жоқ. Келесі жолы тағы көрсетем. Тоғжан, сәрсенбі күні менің өнерім сыналар күн. Сауытты тесетін жебе жасауым керек. Мүмкін сол сынаққа сен де келерсің? Жарайды, келем. Сонан соң алаңға барып, Тәуке хан шақырған жиынды тамашалаймыз. Өте жақсы, келістік. Қалқанқұлақ, сенің басың істейді екен. Қазір көреміз. Сенің қолыңнан не келетінін. Қалыңыз. Қане көрейік. Балақай, сен жарадың. Мен ойлағандай жасапсың. Сіздің көңіліңізден шыққанына қуаныштымын, мырза. Міне, мынау сенің еңбек ақың. Мәссаған, мынау тым көп қой. Мырза қателесіп берген болар. Әкем біреудің ақсын жеуге болмайды дейтін. Ал, Тәуке хан, ажалыңмен жолығуға дайындал. Осы жебе сенің жүрегіңе қадалмаса, атым өшшін. Кешіріңіз, мырзам. Бұл жебе Тәуке ханның жүрегіне не үшін қадалмақ? Сен бұл сөзді естімеуің керек еді, балақай. Енді өсіңнен көр. Жіберіңіз! Мұндай жауыздыққа қалай бармақсыз? Жіберіңіз деймін! Онда шаруаң болмасын, балақай. Міне, осылай жебенің ұшын улаймыз. Бұдан Тәуке хан тірі қалмайды. Сол кез әлі есімнен кетпейді. Сен менің ғашығымды алып, мәңгілік жүрегіме жара салдың, Тәуке. Екеуміз бала кезден бір көстік. Менің жүрегімнің сендік екенін білесің ғой. Түсінемін. Бірақ
біз есейдік емес пе? Балалығымыз артта қалды. Енді менің жүрегім басқа деп соғады. Екеумізді айыратындай ол кім сонда? Тәуке Сұлтан. Біз онымен сөз байластық. Ендігі жерде екеуміз дос боп қалайық. Сау бол. Қарагөз! Тәуке Сұлтан! Енді сол үшін жауап беретін кез келді. Ха? Балақай, сен жасаған қара жебе бір кәдеге жарайтын болды. Тоғжан, сен бісің? Мұнда қайдан жүрсің? Соңыңнан аңдып келдім. Қазір сені босатам. Сені де ажал айдап келді ме? Ха? Мен сені бекер шақырдым. Бәрі менің кесірім. Жебені де бекер жасаппын. Сен оның жаман пиғылын білген жоқсың ғой. Енді қанның жайы қалай болар екен? Бүгін алаңда билер кеңесі өтеді. Қалайда бұл жерден шығып, ханға хабар беруіміз қажет. Не істесек болады? Білмей тұрмын. Арқан мықтап байланыпты. Қалқан құлақ? Сен бісің? Жалғас, сен кімге сөйлеп жатырсың? Қалқан құлаққа. Мына тышқанды айтамын. Бұл менің досым. Адамның тышқанмен дос болғанын көрмеген екем. Жарайсың, қалқан құлақ. Сен нағыз доссың. Досың ақылды екен. Осы жерден жақсы көрінеді екен. Ал Тәуке хан, шық қане. Қазақтың қаны аз Тәуке келді. Енді сенің кезегің қара жебе. Тек, менімше ол жауыз алаңға бару керек. Тәуке хан сол жерден табады. Мұнда төте жол бар. Тездетейік. Уа халқым! Кешелі бері билермен келелі кеңес құрдық. Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би бастаған игі жақсылар ортаға ойды салдық. Қасымның қасқа жолымен есімнің ескі жолын қайта жаңғыртуды шештік. Енді ата заңымыз жеті жарғыны қабылдаймыз. Ал енді қазақтың қаймағы Төле, Қазыбек, Әйтеке билер сөйлесін. Қанаға! Сізге қасамық жасалмақшы. Сақ болыңыз, хан ием. Тәй, ханды қорғаңдар. Әне жауыз. Шатырда қашып барады. Атыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Сендер нағыз батырға лайық ерлік көрсеттіңдер. Жау жоқ деме, жар астында деген осы. Сендердей бала өсіріп тәрбиелеген ата-аналарыңа мың алғыс. Сендердей ұландары барда, қазақ елінің болашағы жарқын екеніне сенемін.